Құрметті аналар, егер балдарыңыздың құйрығы қатты қызарып кеткен болса, осы видеодағыдай жасап көріңіз. Ол үшін шыны ыдысқа 2 ас қасық ит ошаған және 200-300 мл шамасында қайнаған су құямыз. Және банялы суға қойып, сыртынан 15-20 минут шамасында қайнатып аламыз. Қайнап болған соң, шыны ыдысымызды судан алып, 5-10 минут шамасында суытып, сүзгіден тұнбамызды өткіземіз. Және бір бос шыны ыдыс алып, тұнбамыздың бір бөлігін құямыз. Мақтамызды дайындап, осы тұнбаға саламыз. Ескеретін жағдай, баланың денесіне жылы күйінде қою керек мақтаны, әйтпесе баланың денесі тітіркеніп қалуы мүмкін. Баланың қай жеріне қызарған құйрығы, сол жерге осы мақтаны апарып видеодағыдай қоясыз. Дәл осы процесті әр жарты сағат сайын 3-4 реттен жасасаңыз, күніне 5-6 рет, нәтижесі өте керемет болады. Ерінбейміз аналар, жасаймыз.